Мәдени Астанаға айналу үшін Астанада көптеген іс-шаралар қолға алынды. Көрмелердің осында келуі бұл тіпті нұр үстіне нұр деп айтуға болады. Музейге, театрға бару дәстүрге айналу керек сияқты. Ассалаумағалейкум. Мен Дархан Абдуахит. Хабар 24 арнасының эфирінде 5 реформа белестері бағдарламасы. Астанаға қандай теңеу айтсаң да жарасады. Сарыарқаның сауырындағы шаһар сән салтанатымен көздің жауын алады. Әсіресе мәдени орындар өз алдына бір төбе. Бұл жоспары жүктеген үлкен міндеттің бірі елорданы Еуразияның мәдени орталығына айналдыру. Біз бүгінгі бағдарламада келбеті келіскен ғимараттарға сүйсініп қана қоймай, өнердің ішкі мазмұнына үңілетін боламыз. 69-шы қадам Астананы зерттеушілерді, студенттерді, кәсіпкерлерді, барлық өңірлерден туристерді тартатын Еуразияның іскерлік, мәдени және ғылыми орталығына айналдыру. Мұнымен бірге қалада әуежайдың жаңа терминалын қоса алғанда қазіргі заманды халықаралық көліктік логистикалық жүйе құрылады. Астананың бір күні ұқсамайды. Шаһарда ұйымдастырылатын іс-шаралар саналуан. Ең бастысы көрермен үшін таңдау бар. Әр ол талғамды таппаса. 2016 жылы өткізген шаралардың саны 7800-ден астам. Келген келушілер 4 миллионнан астам. Бұл жақсы көрсеткіш. Астана күніне орай біз өте көп шаралар ұйымдастырамыз. Соның арасында мәдениетке байланысты халықаралық фестивальдер. Фестиваль дегеніміз енді бір үлкен шара. Осы фестиваль бойынша бізді тек қазақстандықтар емес, шетелдіктер де біледі. Атап айтқанда сахнадан сәлем атты театралдық фестиваль. Үлкен фестивальдардың арасында әрине халықаралық шабыт фестиваліміз. Ол да бір үлкен шараның бірі. Іс-шаралар өз алдына бір бөлек әңгіме. Астанаға келген меймандар мәдени ғимараттардың сәулетіне тәнті болса, қала тұрғындары үшін олар мақтаныш. Мәдени Астанаға айналу үшін Астанада көптеген іс-шаралар қолға алынды. Соның бірі мысалы Астана опера үлкен театры салынды. Ондай театр орталық Азияда басқа мемлекеттерде жоқ. Сонан соң осы Совет заманынан кейінгі салынған бірден бір жаңа ғимарат, театр ғимараты осы Астана опера. Ол неге алып келді? Бізде жас буын пайда болды операда. Олар Қазақстанды дүние жүзіне танып келе жатыр. Ел астанасы Алатаудың бауырайынан Сарыарқаға ауысқан күннен бастап мәдениеттен ажырамаудың қамы жасалды. Бейбітшілік және келісім сарайы салынды. Қазақстан орталық концерт залы және Тәуелсіздік сарайы бой көтерді. Бұл тізімді қаладағы ғаламат ғимараттар жалғастыра береді. Соның бірегейі Қазақстанның тұңғыш президенті елбасының кітапханасы. Ғимараттың өзі бір керемет туынды. Норман Фостер жасаған, бұны әйгілі архитектор Норман Фостердің туындысы. Бұған көптеген адам қызығады, және де бізге көп адамдар келіп тұрады. Күнде экскурсиялар арылмайды бұл жерде. Көптеген көрмелер осы жерде елбасы кітапханасында өткізіледі. Екінші тағы бір жағы бұл біздің кітап қоры. Керемет туындылар осы біздің кітапханада бар. Оған бір жағынан электронды түрде, екінші жағынан жазылып та қол жеткізуге болады. Сол себептен бұл мәдени ошақ деп айтсақ та болады. Мен ойлаймын, біздің кітапхана Астананың мәдени картасында өзінің ойып алған керемет бір орны бар деп. Астанадағы көрнекті нысандардың бірі ұлттық музей. Мәдени мұра бағдарламасы аясында табылған құнды дүниелердің қоры осында сақталған. Басты идея, яғни заманауи технологияларды пайдалана отырып, болашақ ұрпаққа тарихымызды насихаттау. Және басқа музейлерден ұлттық музейдің ерекшелігі болып осыда табылады. Өйткені көбіне LED экрандар, ақпараттық киоскілер жас келе жатқан жеткіншектерге, оқушыларға, студенттерге
тарихымызды ұғындыру, түсіндіру осы заманауи технологияларды пайдалана отырып. Ең басты ерекшелік сол болып табылады. Бұл Орталық Азиядағы ең ірі музей және әлемдегі ең ірі 10 музейдің қатарына енеді. Сонысымен де ерекшеленеді. Бірегей кешен 74 мың шаршы метр жерді алып жатыр. Астана, тәуелсіз Қазақстан, этнография, қазіргі заманға өнер секілді бірнеше залы бар. Айына мысалға 4-5 көрме ашылады осы ұлттық музейде. Бұлардың барлығы тек қана қазақстандық тұрғындарды ғана емес, Қазақстанға келген шетелдік меймандарды, қонақтарды рухани азықтандыру және өзіміздің салт дәстүрімізбен, мәдениетімізбен, жалпы руханиятымызбен, тарихымызбен таныстыру. Ең басты ұлттық музейдің миссиясы. Астанадағы Қалибек Қуанышбаев атындағы Мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры тәуелсіздіктің төл құрдасы. Бұл өнер ордасы да елорданың атын әлемге әйгілеп жүр. Осы сахнада көптеген драматургтардың, төл драматургтарымыздан басқа орыс драматургтарға, шетел драматургтарға, Шекспир, Шиллер, Чехов, барлық драматургтар осы біздің сахнамызда. Өйткені театрға келген көрермен олар сусындап шығады. Ең негізгісі көрермен ойланып шығады. Бұл да тәрбиенің бір жолы. Осы тұрғыдан келгенде Қуанышбаев театры Астана қаласындағы мәдени, рухани ошақтардың бірі де бірегей деп білемін. Музыка, театр, кино, әдебиет, сурет. Қай сала болмасын, экспо көрмесі басталғалы бері Астананың мәдени өмірі құлпыра түсті. Өнерімізді ұлықтап, өзгеге таныту ғана емес, әлем жауһарларымен танысу мүмкіндігі де туды. Әлемдік художниктерлердің көрмелері болып жатыр. Мысалы, тек қана бір Рерихтің өзінің шығармаларынан әдейі алып келіп, Америкадан алып келіп, соның көрмесін ұйымдастырып отыр. Мысалы, Рерихтің шығармасын білетін, оның шығармаларынан, суреттерінен хабардар көрермен, оны Америкаға болмаса, Москваға болмаса, Индияға барғанда Делиден әкей баруы мүмкін. Ал сол көрмелердің осында келуі, бұл тіпті нұр үстіне нұр деп айтуға болады. Астана қаласының Мемлекеттік академиялық филармониясының қызметкерлері үшін де қазір қарбалас шақ. Бұл өнер ордасының өресі биік. Осыдан бір жыл бұрын біз академиялық дәрежені алдық. Бұл Қазақстанда болмаған жағдай. Бізде осы филармониямызда 700 адам жұмыс атқарады. Сол 700 адамның 11 коллектив бар. Оның ішінде камералық хор, эстрадалық және классикалық ән бөлімі, шалқыма халық би ансамблі, қазақ оркестрі деген сияқты. Олардың әрқайсының жетістігіне келе беретін болсақ, уақыт жетпей қалатын сияқты. Өйткені әрқайсысы халықаралық байқаулардың, республикалық байқаулардың лауреаттары. Үшінші, екінші емес, бірінші немесе гран-при әрқашан. Ұлттық мәдениет жаһандық мұраның танымал бөлігіне айналуы тиіс. Әрі бұл барлық салаға қатысты міндет. Әсіресе рухани жаңғыруды бетке алған тұста мұның маңызы арта түсті. Астана мәдени ошағына айналу үшін істегеннен әлі істейтін жұмысымыз алда көп. Астана әлі жас. Сондықтан әрине қазіргі таңда қазақстандықтардың жалпы мәдениеті өсті деп те айтуға болады. Себебі қазіргі таңда театрларымызға да келушілеріміз көп, музейге де баратын адамдарымыз көп. Бірақ та әлде де көбірек жұмыс істеуіміз керек. Кішкентай бүлдіршіндерімізді музейге, театрға бару дәстүрге айналу керек сияқты. Бір айда бір рет барса, ол да бір адамды дамытады деп ойлаймын. Мәдениетке деген көңіл ерек, бөлінген қаржы, ашылған мекемелер соған дәлел. Оның ішінде Астананы нағыз мәдени қалаға айналдырудың жүйелі өз жоспары бар. Перспективаға келсек, үкіметтің жоспарында екі үлкен театр салу, ол жаңағы қазақ театры, драматикалық қазақ театр, орыс театры. Және де Астананың өңірінде кішкентай ауылдар бар. Ол мысалы Үркер, Өндіріс, Көктал, Ильенка дейміз ғой, 9 алқап бар. Сол жерде бір мәдениет үй болса, әрине ол сол тұрғындарға ыңғайлы болар еді. Шара болғанда сол алысқа бармай, өздерінің сол мәдениет үйлерінде тамашалап отырар еді. Астанадағы мәдени мекемелердің қай-қайсы да мақтанып айтуға тұрарлық. Себебі олар үнемі ізденісте қаламен бірге қарыштап дамып келе жатыр. 100 нақты қадамда мәдениеттен бөлек басқа да салаларды дамыту міндеттеледі. Біз бұл тақырыпқа әлі оралатын боламыз. Елді ұшпаққа шығарар ұлт жоспары ұтымды орындалсын. Сау болыңыздар.